сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлының «Көзінен басқа ойы жоқ, менсінбеушем наданды» өлеңдері. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға Абай өлеңінің ерекшелігін түсіндіру, өзіндік көзқарасын жеткізе білу, жүйелі баяндай білуге үйрету. Олай болса, сабағымызды әдеттегідей Абай әнімен бастаймыз. Бір-бірімізге допты лақтыру арқылы, болмаса доптық белгіні жіберу арқылы Абай қара сөздерін айтып шығайық. Көзінен басқа ойы жоқ. Абайдың 1891 жыл жазған өлеңі. Бұл өлеңде ақын надандықты, ойсыздықты мансұқ еткен. Оның айтуынша маңдайдағы көздің ғана болуы жеткіліксіз, адамның жүрек көзі, зерде көзі болу керек деген. Ақыл парасат көзінің болмауы надандық. Ой көзі, көңіл көзі болса ғана адамға шындық сәулесі түседі. Сол арқылы ғана адам іштегі кірін тазартса ғана оның кеудесі нұр сандыққа, сыр сандыққа айналады деген. Абай өз тұсындағы кейбіреулердің ой сезімін мақұрым қалып, тек екі көзіне мәз болып, әлде қандайсып жүруіне таңырқайды. Қараңғылық пердесі надандықтардың көңілін басып тұр. Ақылдан адыра қалған олардың есіл дерті тек қу тірлік деп күйінеді. Тағы да айтатын бір жайт, сол тұстағы жұрт қатарлық қарапайым адамдардың ғана қараңғы надан деп біліп, дін иелерін надан деп айтуға аузы бармайтындығын айтады. Өлең негізінен 7-9 буынды аралас ұйқас. Алғаш 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген. Өлең өзбек, тәжік, түркмен, қырғыз, қарақалпақ, ұйғыр тілдерінде аударылған. Көзінен басқа ойы жоқ. Көзінен басқа ойы жоқ. Адамның надан әуресі, сонда да көңіл тымақ тоқ, жайқан қайқан әрнесі. Білмейсің десе жел өкпе, деді дағы тәңірісі. Бірінен бірі бөлек пе, иемнің әділ пендесі. Жүректің көзі ашылса, халықтың түсер сәулесі. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Наданның көңілін басып тұр қараңғылық пернесі. Ақылдан бойы қашып тұр, ойында бірақ шаруасы. Кітапты молда теріс оқыр, дағарадай боп сәлдесі. Мал құмар, көңілі бек соқыр, бүркіттен кембе жем-жесі. Жүректе айна жоқ болса, сөз болмайды өңмесі. Тыңдағыш қанша көп болса, сөз ұғарлық. Сенбеуші наданды, ақылсыз деп қор тұтып, түзетпек едім заманды, өзімді тымақ зор тұтып. Таппадым көмек өзіме, көп наданмен алысып, көнбеді ешкім сөзіме әдетіне қарысып. Жан шошырлық түрінде, бәрі бірдей еліріп, ұстай алмадым бірінде, кекиді кейін шегісіп. Әрине мен ел кетті, қоқиланды, мақтанды, қуат бітті, күн өтті, жарылқа құдай жатқанды. Мен қажыған арықпын, қатын бала қонағы, сендерге де қанықпын, жұрттың анау баяғы. Жарлы емеспін, зарлымын, сонда да ой толғанып, жұртым деуге арлымын, өзге жұрттан ұялып. Барымтамен партия, бәрі мастық құрғымар, сыпыра елме сұрқия, көп пияншік нені ұғар. Татулық, тыныштықты қоңыр көрер, кем көрер, ұрлықпенен қулықты қызық көрер өңөнер. Мұндай елден бойың тарт, мен қажыдым, сен қажы. Айтып-айтып өтті қарт, көнбеді жұрт не лажы. Геометриялық фигуралар стратегиясы. Осы пішіндермен байланыстырып, өлеңнің сөздеріне сипаттама бере отырып, қорытынды жасайық. Қазіргі өмірмен байланыстырып, фигуралардың сипатына қарай ұқсастығын табайық. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.